жергілікті бірақ буынға қолданамыз да гиалурон қышқылын. Ал қазіргі біз қолданып жатқан жаңадан шыққан гиалурон қышқылымыз бұл барлық буынға әсер етеді. Ең бірінші асқыну бұл мүгедектік болуы мүмкін. Қазір неге жастарда депрессия, неге үлкен кісілерде? Потому что барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен кереметтей сұхбат болады. Яғни бүгінгі біздің эфирде Бақыт Айдарқызы 11 жылдық стажы бар, бірінші дәрежелі ревматолог дәрігер. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Өзіңізді бір таныстыра кетсеңіз. Менің есімім Еспенбетова Бақыт Айдарына. Жаңа айтып өткендей бірінші категориялы дәрігер ревматологпын, 11 жылдық стажы бар. Қазіргі уақытта осы Азия Мед клиникасында жұмыс жасап жатырмын. Бұл Азия Мед клиникасын видеоның астында адресін бәрін қалдыратын боламыз. Енді тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі тақырыбымыз, яғни үлкен кісілерде екінің бірі ауыратын, өте көп кездесетін артроз тақырыбын таңдадық. Бақыт Айдарына, артроз дегеніміз не, және осының пайда болу себептері жайлы қысқаша түсіндіре кетсеңіз. Негізі артроз, бұрын біз оқыған кезінде артроз дегеніміз тек қана 50-ден асқан кезде ғана деп кездесіп статистика болатын, ал қазір ол артроздың статистикасы жасарып кетті. Себебі енді әртүрлі ауруларға да байланысты шығар, қазір оны айтып береміз себебін. Жалпы артроз дегеніміз ол буын арасындағы шеміршектердің дегенеративті дистрофиялық зақымдануы. Ол дегеніміз зат алмасу және метаболизм құрылымының өзгеруінен болатын ауру болып саналады. Ол кез келген буында болуы мүмкін. Қай жерімізде буын бар, сол жерімізде бізде артроз болуы мүмкін. Ал пайда болу себебі екі түрлі болады. Біріншісі ол жаңа біріншілік себеп дейміз. Бұл кезде біз әсер ете алмайтын себептер болады. Олар жаңағы генетический предрасположенность дейді ғой, жаңа туылғаннан өзгеріспен туылатын адамдар, және де әйел кісілерде жиі кездеседі, бұны да біз өзгерте алмаймыз. Және көптеген эндокриндік аурулар кезінде де пайда болуы мүмкін да. Бұны біз өзгерте алмаймыз. Ал өзгерте алатын себептерге бізде жататынымыз ол жаңа қандай да бір травма алған болса, және де қандай да бір инфекциямен ауырған болатын болса, және де физикалық күш түскен болса, және де бір екіншілік ауру ретінде дамуы мүмкін осы артроз ауру. Себебін анықтау біздің емдеу тактикамызға әсер етеді. Әсіресе жастарда осы травмадан кейін артроз болады. Жастар, жаңа статистика жасарды деген сол ғой, бізде жастарда қазір артроз көбейіп келе жатыр, өйткені спортсмендерде әсіресе көбейеді, және де қазір жас адамдарда, жас балдарда инфекциядан кейінгі осы артроз асқыну ретінде пайда болып жатыр. Сол себептен пациенттеріміздің жасы да жасарып келе жатыр қазір. Бір жағынан өкінішті әрине, бір жағынан ол кісілер уақытылы дәрігерге барады да, сол себептен анықтау да бізге оңайырақ соғады. Ал осы енді бізде ағзамызда буын өте көп. Артроз кезінде қай буындар ең жиі зақымдалады? Артроз кезінде бізде ең жиі зақымдалатын ол тізе буыны, жамбас буыны және қолдың майда саусақтар буындары тез зақымдалады. Оны біз деформация, яғни құрылымы өзгеріс, жаңағы сол буынның формасы өзгергенге дейін анықтау қиындау соғуы мүмкін. Бірінші, екінші сатысын бастапқысында. Ал үшінші, төртінші сатысында бірден анықталады, уже суставтың құрылымы, формасы өзгеріп кетеді. Ең жиі кездесетін осы тізе, жамбас, сүйек. Егер тізеде болса гонартроз, жамбаста болса коксартроз деп айтады, дұрыс қой? Олардың емдеу тактикалары да әртүрлі болады. Яғни бұл тізе буын зақымдаған кезде ол жаңа науқастарда қандай шағымдар болады, және ауру сезім сипаты қандай болады? Ол таңертең ауыра ма, іс-қимыл кезінде ауыра ма, таңертең құрысу болады ма оларда? Көп адамдар бізде диагноздарын өздері дұрыс айтпайды. Мысалы, сізде қандай ауру десек, ревматизм деп барлығын ревматизмге салып қояды біздің пациенттеріміз. Ал енді басты айырмашылығы осы артроздың бұл механикалық бол. Механикалық ауырсыну дегеніміз бұл қандай да бір күш түскен кезде ауырсынудың күшеюі. Яғни сіз таңертең, кешке жұмыстан біткен соң, кешке үйге келгенде, не болмаса лестницадан көтерілген кезде, аяққа салмақ түскен кезде ауырсыну күшейеді. Бұл артроздың басқа артриттерден айырмашылығы деп айтуға болады. Екіншісі ол бізде таңертеңгілік құрысу, скованность дейді, 30 минутқа дейін болу керек. Егер 30 минуттан асқан болса, онда ол автоматически басқа ауруға ауысып кетуі мүмкін. Өйткені әрбір аурудың бізде өзінің критерийі болады. Сол критерийге қарап біз диагноз қоямыз.
Одан кейінгі ерекшелік крепитация, яғни сықырлау болады. Жүрген кезде буындар тура қар басқандай сықыр естіледі. Бұны көбісі әртүрлі сипаттап береді. Біреулер менде тұздар бар, менде тұз көбейіп кетті деп жатады. Бірақ шындығына келгенде бұл тұз емес, бұл тізенің және буындардың арасындағы шеміршектердің бір-бірімен қажалып жатқан дауысы солай естіледі да. Одан кейін буын айналасындағы бұлшықеттердің атрофиясы, яғни буынның жанында тұратын бұлшықеттердің көлемі кішірейіп кетеді. Байқасаңыздар, үлкен кісілерде тізесі ісіп тұрады да, астыңғы жағындағы еттері кішірейіп, аяқтар кішкентай болып қалады. Бұны буын айналасында бұлшықеттердің атрофиясы. Бұл да артрозға тән сипаттамалардың бірі болып саналады. Осындай белгілері бар, және де екінші ол обследование, тексерістермен анықтаймыз. Көбінесе шағымына қараймыз ғой негізі пациенттердің. Келесі сұрағымның көп жерден жауап беріп қойдыңыз, бірақ сонда да қояйын. Диагностикада басты талаптар қандай бұл артрозда? Және артрит, подагра, системный красный волчанка, солардан қалай ажыратасыздар? Бізде поликлиникада негізі ол стандарт бойынша рентгенмен анықтайды деп берген, бізге критериймен жұмыс жасаймыз ғой. Пациенттер келген кезінде анализ міндетті түрде аламыз. Қазір не үшін алатынымызды айтам, және обследование ол инструментальный зерттеулер өтеміз. Мысалы, поликлиникада тек қана рентген өтеді. Өйткені ол тегін болғандықтан, ал біз жеке клиникаға келген кезінде науқасты толық тексеруге тырысамыз. Себебі әрбір анализдің өзінің көрсеткіші болады. Мысалы, не үшін біз барлық анализді алуға тырысамыз? Себебі сізде егер қандай да бір қосымша ауру болатын болса, сізге кейбір дәрілер болмайды, кейбір дәрілердің дозасын азайту керек деген сияқты бізде анализді толық мағлұмат береді. Сол үшін анализді толықтай аламыз. Екінші, біз УЗИ-ге жібереміз. УЗИ-дің рентгеннен айырмашылығы, рентгенде бізде тек қана сынық бар ма жоқ па, арасындағы хрящ толық отырды ма отырған жоқ па, соны ғана көрсетеді. Ал ол буынның айналасында бізге, мына қараңыздар, көрсетейін, буынның айналасында бізде шеміршек пен сүйектен басқа мениск бар, сіңір бар, связкалар бар. Бұның барлығын бізге УЗИ көрсетеді. Егер элементарны арасындағы мениск если зақымдалған болатын болса, ол кезде де тізе ауырады. Элементарно бізде мынау жандағы латеральный связка дейміз, осы да егер зақымдалатын болса, тоже тізе ауырады. Пациенттер көрдіңіз, тізе аурудың ішінде біз не үшін УЗИ түсіреміз, не үшін анализ тапсыртқызамыз? Себебі тізе ауру деген бір ғана мағлұмат, ал ары қарай қалай ауырады тізе, қанша уақыт уже терең кете беретін болсақ, аурудың өзі шығады бері қарай. Бір ғана буыным ауырды деген сөз бізге ешқандай мағлұмат бермейді. Тізе ауырды, бірақ ішінде неше түрлі диагноздар бар. Неше түрлі диагноздар бар. Және осы науқастар уақытылы емделмесе, ол артынан қандай асқынуларға алып келуі мүмкін? Қазіргі кезде мүгедектіктің саны өте көбейіп кетті. Өзіңізде статистиканы қарасақ, жастар әсіресе көбейді, және үлкен кісілер. Бұл енді біріншіден науқастардың өзінің де бір кемшілігі бар деп айтам, өйткені пациенттер дер кезінде дәрігерге қаралмайды. Бұл енді рас шындық нәрсе. Аяқ жүрмей қалғанша жүре береді шыдап. Ол енді шындық. Қай жерде болсын, үлкен кісілер солай. Тем более ауылды жерлерде айта кетейік, ревматологтар, жаңағы узкий специалистер жоқ. Олар терапевттерге барады, тек қана бір рентгенмен тексеріледі дағыны, емді соған сәйкес етіп алады. Одан нәтиже болмауы да мүмкін да, мысалы. Сол үшін ең бірінші асқыну бұл мүгедектік болуы мүмкін. Жоқ, мүгедектікке дейін біз тізені егер 4-ші сатыға жеткізіп алсақ артрозды, онда операция, яғни ота жасату керек болады. Ал операцияның соңы уже ол мүгедектік болып саналады. Ол кезде адамдар автоматически мүгедектікке өткізеді, сондай несіне. Екінші ол боль. Егер дер кезінде емделмесе, бұл дегеніміз ауырсыну. Постоянно адам қазір неге депрессия көбейіп кетті деп ойлайсыз? Қазір неге жастарда депрессия, неге үлкен кісілерде? Потому что осындай буын аурулары бізде депрессияға алып келеді да. Ол жайлап болса да, бірақ жаныңа батып тұратын сондай бір
жағымсыз ауру пайда болады да. Ол жағымсыз аурумен адам өмір сүре алады, бірақ оның жаңағы айтқандай действительно өмірлік жаңа сапасы төмендейді да. Ол баратын жеріне бара алмайды. Мысалы, элементарно қазағымның тойы көп қой негізі. Элементарно тойға барғанда мен пациенттерім көп айтады, тойға барғым келмейді, өйткені билей алмаймын дейді да енді. Шындық қой енді, расында да тізем ауырып тұрады, жамбасым ауырып тұрады, билемегеннен кейін көңіл күйім түседі дейді. Көрдіңіз бе, бір әшейін ауырсыну сіздің қаншалықты өмірлік сапаңызды түсіріп тастайды да. Ал адамдар нормально өмір сүргісі келеді негізі. Үлкен кісілер тем более тойға баратын кез ғой енді 70-тен 60-тан асқаннан кейін. Оларда егер ауырсыны болып тұрса, жанына батып тұрса, ол кісілерге ең ауыры сол деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді көрермендерді ең қатты қызықтыратын сұрақтарға көшейік. Яғни бұның емі жайлы. Қазір ең жиі тараған әрбір осы тізе буынына шалдыққан науқастардың осы аузында жүретін гиалурон қышқылы жайлы айта кетсек. Яғни гиалурон қышқылы қалай әсер етеді, оның қандай зиянды жағы бар, қандай пайдасы бар, және қай кезде салу керек, қай кезде салмау керек жайлы. Гиалурон қышқылына дейінгі этаптар бар. Жаңа айттым ғой, әрбір аурудың, әрбір диагноздың өзінің этаппен емделу керек та. Бірінші этапта біз бірінші екінші сатысында, мысалы бірінші этапта біз физиоем, физиолечение солармен қореміз. Сосын жергілікті маздермен, одан кейін науқасқа түсіндіру. Ең басты кез келген диагнозды емдеудегі біздің мақсатымыз науқасқа толық түсіндіру. Сізде қандай диагноз, қандай жағдайлар жасаса сіздің жағдайыңыз жақсарады. Соны түсінген жағдайда ғана пациентте нәтижелі ем болады. Ал егер пациент ол ауруын түсінбесе, ол аурудан қашса, ол ауруды мойындамаса, онда сәйкесінше емде толық болмайды. Ең басты мақсат осы. Одан кейінгі мәселе ол дұрыс тамақтану, науқасқа сіздің диагнозымен қандай тамақ ішуге болады, қандай нагрузка дейміз ғой, салмақ түсіруге болады, соның барлығын түсіндіріп айтамыз. Одан кейін, яғни ең басты емдердің бірі бұл лечебный физкультура. Бізде қазағым көп шатастырады. Емдік физкультураны үй жұмысымен шатастырады ғой жаңа қазағымыз. Рас қой енді, сізге апа физкультурамен айналысу керек десе, мен физкультурамен айналысатын уақытым жоқ. Азаннан кешке дейін кухняда жұмыс жасаймын, огород жасаймын, менің уақытым жоқ оған, менікі осы дейді. На самом деле екеуінің айырмашылығы екі түрлі да. Күнімен сіз кухняда жұмыс жасап, күнімен огород үй жинап жүргеніңіз бұл емдік физкультураға жатпайды. Бұл сіздерге керісінше физический нагрузка дейді, яғни физикалық күш түсу деп айтылып жатыр да қазақша. Ал емдік физкультураны ол бөлек, ол сізге нагрузка бермеу керек. Сіздің буындарыңыз жатып, яғни горизонтально жатып жасауыңыз керек физкультуралар бар да. Соны көбісі шатастыратағаны еңсеңінде қолын сілтейді да, қойшы осы физкультура қарап қалған не бар дейді, жасамай қоя салады. Мен бірінші бұл гиалурон қышқылы деп қойған себебім, көптеген науқастар барып бір укол салдырып, сонымен жазылып шыға келгісі келеді да. Енді көбісі бұл дәрілерге бармай бірден гиалурон қышқылына барып, сол жақта емделіп жатады. Мен сол себепті осы ең алдымен гиалурон қышқылына бастаған едім. Сол гиалуронға келе жатырмыз қазір. Бізде пациенттер ол рас бір чудо таблетка, чудо уколды күтеді. Мен енді кемшілік па білмеймін, или плюс па білмеймін, бірақ ондай чудо бірден бір күнде, бір сағатта, бір минутта жоқ қылып жеретін бізде ем жоқ. Бар нәрсе сіздің пациенттің ниетімен, пациенттің әрекетімен, дәрігердің тәжірибесіне байланысты деп ойлаймын енді. Және арадағы қолданылатын ем тактикалар. Ол әр дәрігердің өзінің емдеу тактикасы бар, Гиалурон қышқылы жасалынады, бірақ оған дейін біз жаңағы дәрілік емдейміз, физиолечениемен, ЛФК-мен, этаппен келе жатырмыз. Ең соңғы үшінші этапымыз біздің ол гиалурон қышқылы. Гиалурон қышқылы ол қалыпты жағдайда біздің буындарымызда болады, бірақ уақыт өте келе, жаңа біздің теріміз кішкене қартаяды ғой, тура сондай сияқты гиалурон қышқылының бөлінуі де азаяды да бізде. Біз ол гиалурон қышқылын мен апаларға былай түсіндіремін қарапайым тілде. Есік шиқырлайды апа, ескірген кезде, сол кезде біз май құйып майлап қоямыз ғой. Тура сол секілді сіздің де тізеңізді солай майлап қоямыз десем түсінеді да, оған дейін оларда түсінік басқаша болады. Гиалурон қышқылын құйсам бірден жүгіріп кетем деген ой болады. Ол ондай емес. Оның қызметі екі тізенің ортасын майлап тұрады, мына жойылған хряштың орнын уақытша ұстап тұрады. Бірақ оның барлығы уақытша, бірақ оның зияны жоқ.
дәлелденген нәрсе да бұл. Синтетический жолмен алынған болса да, біздің табиғи гиалурон қышқылымыз болмаса да, оны зерттелген, ешқандай аллергиясы, ешқандай теріс нәтижесі болмағандықтан оны біз қолданамыз гиалурон қышқылын. Бірақ ары қарай қазір мен өзімнің емдеу тактикам туралы айтайын. Қарсы көрсеткіш бар гиалурон қышқылына. Гиалурон қышқылын біз жедел сатысында, яғни буындарда сарысу жиналып, синовит дейміз ғой, сарысу жиналған кезде салуға болмайды. Ал бізде жаңа айтып өттік, ауылды жерлерде жаңа тексеріс, УЗИ жоқ, аппарат жоқ жерлер көп ауылды жерлерде. Ол кісілер УЗИ өтпей тұрып, ем алмай тұрып, бірден гиалурон қышқылын салдырады да асқынуға ұшырайды. Асқыну дегеніміз ол одан бетер тізені зақымдай бастайды. Өйткені ішінде сарысу бар. Онсыз да ішінде сұйықтыққа сарысу толып тұр. Я, біз оның үстіне май құйсақ, май мен су бір-біріне жанаспайды ғой. Екеуі екі жаққа отыраттағыны буынның асқынуы, яғни буында қабыну одан бетер күшейіп кетуі мүмкін. Бұндай көп пациенттер келеді. Ол енді рас нәрсе. Яғни ең бірінші кезекте өз бетінше емес, бірінші маманға келіп кеңес алу керек. Әрине, әрбір аурудың өзінің маманы бар. Оны айтудан да шаршамаймыз, біз медицина қызметкерлері әрдайым айтып жүреді. Әр нәрсе, мысалы, повар сияқты ғой, мысалы, поварды біреу мынандай тамақ пісіреді, мынандай тура сол сияқты бізде де әр органды, әрбір зақымдалған нәрсені бізде әр специалистер емдеу керек та, сонда ғана нәтиже болады деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыз. Келесі сұрақ, ауру сезімін басу үшін жаңа блокада қойып жатады. Яғни осы блокада жайлы қысқаша айта кетсеңіз, оның құрамында қандай дәрілер болады, қай кезде салуға болады, қай кезде салуға болмайды деген сияқты. Блокадан деген популярный болып кетті ғой қазір. Әсіресе жаңағы дәрігерлер, узкий специалист жоқ жерлерде. Бір жағынан амалсыздықтан жасалған деп ойлаймын мен негізінде. Дәрігерлердің өздерінің амалсыздықтан пациенттерге көмектесу ретінде жасалған дүниесі. Негізі блокаданы тек қана новокаймен жасайды. Жергілікті тері астына жасалынады. Буын ісініп тұрған кезде бізде тері қабатын итеріп, ісіндіріп тұрады ғой. Сол кезде тері астына енгізген кезінде жаңағы ісік, отек сәл басылсын, ауырсыну басылсын деп жасалынады. Ал кейбіреулер енді айтатын нәрсе, кейбіреулер ксефакам деген укол қолданады, кейбіреулер жаңағы смесь жасап жатады. Әркімнің емдеу тактикасы әртүрлі ғой. Бірақ менің ойымша тоже жаңағы таңдау пациенттің жаңағы ауырсынуының қаншалықты екеніне, қандай ем қолдану керектігіне, ол әрбір врачтың өзінің тактикасына байланысты. Бұл блокада дегеніміз осы. Ал екінші түрі бар, ол буынның ішіне салынатын глюкокортикостероидтар. Бұл кезде де бұл негізі емдеу критерийіне, емдеу жаңағы рекомендацияларға кіреді. Глюкокортикостероидтар жаңағы дипроспан, бетаспан дегендер салып жатамыз. Оны не үшін саламыз? Оны салудың да себебі бар. Себебі тізеде жаңағы біз жергілікті тізені май құюға дайындаймыз. Егер тізеде сарысу болып тұрып, жаңағы ем алуға уақыт болмай, немесе ем нәтижесі болып жатқанда біз қосымша ем ретінде осы дипроспанды қосуға біздің неміз бар, жаңағы бізде емдеу тактикамызда ондай болады. Екеуі екі түрлі нәрсе, шатастырып алмау керек та соны пациенттер. Дос, блокада жайлы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі сұрағымыз, осы тізе буынына физиотерапияның әсері қандай? Және физиотерапияның өте көп түрлері бар. Осы жиі кездесетін бір екі үшеуін талдап өтсек. Физиотерапия деген бізге бастапқы емге қосымша ем болып табылады негізі. Альтернатива дейді ғой. Физиотерапияны бізде баяғыда осы бізге соңғы совет өкіметі дейді ғой негізі, сол кезде өте көп қолданған ғой физиотерапияны. И пайдасы да өте жақсы, жоғары болған. Қазіргі кезде байқасаңыздар, егер науқастарға физиотерапия алуыңыз керек, бұл да бір басты ем деп айтсаң, оны дұрыс қабылдамайды да, тек қана жаңағы қолда жазылған қағаздағы дәрімен капельницаны салдырады да, физиотерапияны автоматически қолданбайды. Басшағыда диета мен режимге қарамайды. Диета мен режимге қарамайды, және физиотерапия деген олар үшін бір әшейін бір уақытша нәрсе сияқты болып көрінеді. Ал шындыққа келген кезде физиотерапияның түрлері көп. Оның ішінде ең жиі біз қолданатынымыз буындарға ол магнит-терапия, лазеротерапия, ультразвук терапияны қолданамыз, және ударно-волновой деген терапия бар. Және мен ең сүйікті аппаратым электрофорез, яғни фонофорез, жаңағы белгілі бір ертіндіні
электрофорез арқылы жергілікті буындарға әсер ету. Бұлардың әрқайсысының өзінің қызметі бар. Оны енді дәрігер сіздерге жазады, сол бойынша алу керек. Ең жиі жаңа электрофорез не істейді? Ол жергілікті жаңағы кейбір науқастар болады, мысалы сахарный диабет, инфаркт алған, давлениесі жоғары, оларға біз кейбір дәрілердің дозасын түсіріп береміз да. Сол кезде электрофорез қосамыз, жергілікті ісікті, жергілікті қабынуды басып тұру үшін біз қосымша осындай физиотерапия қосамыз. Нәтижесі жақсы болып жатады. Сол себепті әрбір диагнозға қарай физиотерапияның көрсеткіші де әртүрлі болады. Жаңағы санаторный курортныйды айтайын, көп пациенттер бізде санаторияға дәрігермен кеңеспей тұрып өздері барып алады дағыны, сол жақтағы бүкіл физиотерапияны алып, соңында аяқтарында асқыну болып бізге қайтып келіп жатады. Бұл ең басты бір қателік деп ойлаймын енді. Білмегендіктен шығар деп ойлаймын бір жағынан. Санаторияға барардан алдын, барлықтарыңызға ескертіп айтайын, барардан алдын дәрігердің кеңесін бір алып қойыңыздар. Обследованиядан, тексерістен бір өтіңіздер. Себебі, егер сізде қандай да бір буыныңызда қабыну процесі, синовит, артрит болып тұрса, сізге физиотерапия болмайды. Әсіресе бізде ең жақсы көретін апаларымыздың грязолечение дейді ғой, жаңа балшықпен. Қабыну болып тұрса, оданлар жайлады. Балшықпен емдеу деген ол острый фазада болмайды. Онсыз да ысып тұрған, қайнап тұрған, сары су толып тұрған буынға біз сыртынан жаңа балшықты қойып, одан бетер ысытатын болсақ, ол өте үлкен асқынуға алып келеді. Сол себепті пациенттерге постоянно мен айтып отырамын, болмайды сіздерге. Оны енді әрбір пациенттің диагнозына қарай қойылатын нәрсе ғой, айтылатын нәрсе. Жаңа сіз айтқан сахарный диабеті бар, немесе инфаркт алған пациенттерге осы санаторный курортный лечение көбірек көңіл бөлу керек шығар. Негізі санаторный курортный лечение деген 4-ші этап қой. Ол әшейін сізде демалатын этап. Ол жерде сіз емделуге бармайсыз негізінде. Ол жерге бізге көбісі дұрыс кері түсінікпен да, мен санаторияға емделуге бара жатырмын деп айтады. Олай емес негізі. Санаторияға біз санаторный курортный профилактический лечение ғой негізі ол. Алдын алу үшін баруымыз керек. Ал біздер керісінше 70-тен асқаннан кейін емделу үшін барамыз да. Вот қателік содан болып тұр бізде. Ол жерде сіз буыныңызды емдей алмайсыз. Ол жерде тек қана жаңағы емделіп болған соң өзіңізді күтіп, демалу үшін ғана баруға болады. Ал емделу ол басқаша болу керек. 4-ші этаппен шалыстырмау керек. Келесі сұрағымыз, осы әбден асқынып кеткен болса, эндопротез салып жатады ғой. Осы эндопротезді қай сатысында салады, және эндопротезден кейін пациенттердің жағдайы қандай болады? Енді эндопротез ортопедтердің ең жиі жасалатын операциялары ғой. Біз ревматологтар барынша эндопротезге жібермеуге әрекет жасаймыз. Себебі эндопротез деген сол енді өзіңіздің буыныңыз емес, ол енді сізге жаңа титан қойғандықтан ол сіздің буыныңыз болып саналмайды ғой. Ол уже кісілердің өмірлік жаңағы несі өзгереді. Дұрыс жүре алмайды, күн суыған кезінде сырқырайды, ауырсыну басылуы мүмкін, жедел острый боль, ал бірақ сырқыраған боль басылмайды. Жүруі мүмкін, бірақ темір батады. Көрдіңіз, әр нәрсенің бір жағы плюс, бір жағы минус болады да. Сол себепті эндопротезді негізі 4-ші сатысында ғана жібереміз. Уже шеліміздің арасындағы екі тізенің ортасындағы шел мүлдем қалмай, екі тізе бір-біріне сүйек қажалып жатқан кезде ғана біз операцияға жібереміз. Оған дейін барынша біз емдеуге тырысамыз, әрекет жасаймыз. Және емделу жолдары да бар. Қазір айтып өтейін. Рахмет. Келесі сұрағымыз, сіздің пациенттеріңіз көбісі сізге риза, және сізде толық емін алған пациенттер барлығы жағдай бірнеше есе жақсарып, не болмаса толықтай жазылып кетіп жатыр. Және сіз өзіңіздің мамаңызды толықтай емдеп шығарғансыз. Осы сіздің емдеу тактикаңыздың секреті неде? Сол жерде айтып өтсеңіз. Емдеу тактикам ең бастысы әрбір дәрігердің өзінің жеке тәжірибесінен алынған тактика болар деп ойлаймын. Мен осы жұмыс бастауым менің жедел жәрдемде басталды негізі жұмысым. Сол жерде мен көп практика алдым. Әрбір адамның негізі әрбір аурудың өзінің психосоматикасы болады да, әрбір аурудың бір себебі болады. Сол себебін басты анықтауға тырысам мен негізінде. Оны анықтап болғаннан кейін жаңа пациенттің жағдайына, пациенттің ауруының сатысына қарай
емдеу тактикам бар. Оны енді былай айтсам сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Оны консультацияға келген кезінде барлығын түсіндіріп айтам. Бірақ ең басты менің осы жақындағы ашқан жаңалығым туралы айтайын, иә. Негізі жаңағы тізеге салынатын гиалурон қышқылын, физиолечение және инемен емдеу, оның барлығын мен бұрыннан қолданып келе жатырмын және нәтиже көріп келе жатырмын. Қазір соңғы енді жақсы нәтиже көріп жатқан емдік тактикам ол гиалурон қышқылын мен сұйықтық түрінде таптым. Тапқанда оны мен ойлапқан жоқпын, ғалымдар ойлап тапқан. Бірақ мен өзім қолданысқа алғалы осы жақында 3-4 ай болды. Өте жоғары нәтиже пайдалы шығып жатыр қазір пациенттерден. Иә, өйткені қараңыздар, сіз гиалурон қышқылын біз бұрын тек қана тізеге салатын едік қой, жергілікті қолданатын едік. Жергілікті бірақ буынға қолданамыз да гиалурон қышқылын. Ал қазіргі біз қолданып жатқан жаңадан шыққан гиалурон қышқылымыз бұл барлық буынға әсер етеді. 500 ине, жаңағы иненің орнын жабады екен, көрдіңіз бе? Сонда сіз 500 рет укол салдырмайсыз да, сол препаратты қолданатын болсаңыз, сізде нәтиже керемет болады. Енді бұның мен ойымша, мысалы бір науқастың бір тізесі ауырып жүрсе, оған басқа иығы да немесе басқа буындарына сәл ауырған болуы мүмкін. Бірақ көңілінің бәрі сол қатты ауыратын буынында. Яғни ішсе барлық буынына бірдей әсер етіп, барлық буынына ем болады. Иә, қай жерде буын бар, бізде қай жерде шеміршек бар. Даже тізесі ауырып келіп, осы препаратты ішіп, белінде грыжасында жазып жатқан адамдар бар да. Ол грыжасы шынымен де жаңа созылмалы, ол мән бермей жүре беруі мүмкін, бірақ ол өз жұмысын жасай береді, ол грыжа. Омыртқасын жаңағы ауырсыну майыстыра бастайды. Ал тізесіндегі болі ауырсыну қатты болғандықтан ол тізесіне ғана уколын жасайды да, басқа жердегі артроздарын ұмытып та кетеді. Сол себепті жасалып шығарған деп ойлаймын негізі осы препаратты. Бүткіл буындарға әсер ету үшін арналған ғой негізі. Жақсы, керемет. Егер де сіздер консультация алғыларыңыз келсе, басқа қалада болсаңыздар ешқандай проблема емес. Бұл кісі консультацияны онлайнда береді. Не болмаса, төменде адресін қалдырамыз, осында келіп консультация алсаңыздар болады. Және де осы номерге хабарлассаңыздар болады. Видеоның астында Бақыт Айдаровна жұмыс істейтін медцентрдің адресін қалдырамыз. Ал буын ауруына шалдықпаған науқастар үшін, осы видеоны көріп отқан, соларға осы ауруға шалдықпау үшін қандай кеңестер бересіз, қандай профилактикалық жолдарын айтар едіңіз? Иә, профилактикасы бар. Ол ең бірінші әйел кісілер жиі ауырады ғой, сол себепті әйел кісілер және жалпы адамзатқа айтарым, ең бастысы дер кезінде дәрігерге қаралу ең бастысы. Сәл де болсын өзгеріс болса да, қандай да бір ауырсыну болса, бірінші кезекте дәрігерге қаралу керек, екіншісіне дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтануға бізде халық дұрыс түсінбейді, диета ұстау керек, ашығу керек деп ойлайды, олай емес. Барынша жаңағы овощи, фрукты, бізде барынша жаңа овощи, фрукты жеуіміз керек, барынша витаминделген тамақ жеу керек. Оның ішіне жаңағы бізге мысалы сәбіз, картоп, капуста, жаңағы асқабақ ең пайдалы. Осындай овощи, фрукты егер дұрыс тамақтанатын болсаңыз, және де физикалық күш түсірмейтін болсаңыз, мысалы сіздің жұмысыңыз 10 килограмм көтеру керек жұмыс болса, сіз 2 килограммнан бөліп көтеріңіз. Көрдіңіз бе? Элементарны бір ғана ақыл сіздің болашақта артрозға ұшырамауыңызға көмектеседі. Бізде шыдамсыздық қой адамдарда негізі. Профилактикасы осылар. Және де күнделікті су мөлшерін 2,5-3 литр болу керек. Өйткені бізде тіземіздің буындардың арасында гиалурон қышқылы және судың мөлшері жеткілікті болатын болса, бізде смазка, гиалурон қышқылы дұрыс бөлініп отырады. А егер су аз қолданған болсаңыз, сізде элементарно воспалительный процесс болса, ол шығып кете алмайды организм. Сонда айналып жүре береді организмде, қабынуыңыз күннен күнге күшейе береді. Нақты айтатын болсақ, ол дұрыс тамақтану, дер кезінде дәрігерге көріну, физикалық шамадан тыс күш түсірмеу буындарға, және де су мөлшерін 2,5-3 литрден кем болмау керек. Және де емдік физкультурамен айналысу керек. Ол күніне 4-5 километр жаяу жүру керек. Буыны сау адамдар. Сосын жаңа овощ, фрукты деп айттыңыз сіз. Енді барлығы бір-біріне науқастардың арасында тарап жүрген, және барлығы айтатын холодец жайлы не айтасыз? Осы холодец деген бізде көп сұрақ қойылады. Холодецті жеуге болады тек қана 50 жасқа дейін. Менің бақылауымда.
Даже кардиологтар холодецті вообще ерте жастан тыйым салат, өйткені холестерин өте жоғарылатады. Ішінде жануардың несі бар, майынан жасалынады ол, шеміршек бар, пайдасы бар, бірақ 50 жасқа дейін жеуге кеңес беремін. 50 жастан асқан кісілерге холодецтен келетін пайдадан гөрі зияны өте көп. Яғни буынна пайдасы дегенмен басқа ағзаға зиян тиіп кетеді. Әрине, жүрекке давление, қан тамырларды зақымдауы әбден мүмкін. Сол үшін керек емес 50 жастан асқан кісілерге. Жақсы, рахмет. Тақырып өте қызықты болды деп ойлаймын. Осымен тамамдайық. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Себебі бұдан келесі видеомыз ревматоидты артрит жайлы болады.